Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен керемет итальяндық пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін осындай итальяндықта мен соус жасап үйрететін боламын. Менің парақшама жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және рецепттерімді міндетті түрде сақтап алыңыздар. Бізге алдымен қамыр дайындап алу керек. Ол үшін жылы су, ұн, зәйтүн майы, ашытқы, тұз, ванилин қажет болады. Егер ванилин болмаса, қолданбасаңыздар да болады. Ұнымызды жақсылап салғаннан кейін тұзымызды, ашытқымызды, ванилинімізді салып, зәйтүн майын құйып, жақсылап қамыр жасап илеп аламыз. Қамырымызды ашыту керек. Жылы бетін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге қалдыратын боламыз. Жарты сағат, 1 сағатта қамырымыз көтеріліп күшті болатын болады. Ендеше кеттік. Ол үшін бізге керемет осындай итальяндық соус жасау керек болады. Ең қарапайым тәсіл. 2 сарымсақты алып үкіштен өткізіп дайындап аламыз. Және 3 қызанақ қажет болады орташа. Осы 3 қызанағымыз үстіне ыстық су құйып, қабығын аршып, жақсылап осылай турап аламыз. Қызып тұрған табаға зәйтүн майын құямыз. Мен зәйтүн майын қолдандым, сіздер қарапайым күнбағыс майын да қолдансаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырып, қызыл бұрыш, қара бұрыш дәміне қарай, және мен базилик қостым. Бізге керекті құрамдар: кукуруз, сыр, колбаса, шұжық, яғни брокколи, помидор. Осы ашып тұрған қамырымызды алып, 3 бөлікке бөліп алдым. Менде 3 түрлі пицца жасайтын боламын. Жақсылап жайып алғаннан кейін қолымызбен немесе оқтаудың көмегімен қолдансаңыздар болады. Дайын соусымызды осылай жақсылап жағып, пиццамыздың құрамын салып бастаймыз. Алдымен сырды жақсылап, көбірек сырды қолдансаңыздар, яғни сыры көп болса өте дәмді шығады. Сіздер қалаған сырларыңызды қолдана беріңіздер. Мен қарапайым сливочный сырды қолдандым. Астарыңыз дәмді болсын, бір жасағаннан керемет болып шығады. Соустың дәмі ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіз. Және мен рецептімді сақтап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.